Өзіміздің арада тез бөлеміздегі қыздары тақтаға шығып бір-бірінен алады. Қайта қойып. Үнді ма? Дайынсыздар ма? Қартаға да жеткізсіз. Ретімен келеміз. Гренландия, Иосиф жері, қар аралы, теңізі, Лапкевтер және Врангель. Солтүстік мұздың барлық тапты, жақсы. Бұл біздің үй тапсырмасы болады. Енді қыздар, бері қараңыз. Біз енді қазір тақырыпты ашу үшін сіздерге қазір кітап дәптері дегенді кішкене алатырды. Мынау сіздерге берілетін ішесіңдер, қазір менің сұрағыма қараңдар. Ішесіңдер ма?
бірақ көпшілігі қолдарын салып ішіне тұрасыз, сыртынан қараңдар, өлшемін қараңдар. Гарбық уже гарбық болды, иә? Ал сізді оқытудан бастаймыз. Тұзды және тұздай ыстық дейді? Жылы деп айтады. Температурасы бар, иә? Мынау су жылы және таза су. Таза су. Мынау тұзды и Тұздай, тұзды. Аха. Тұзды қойды, ақша. бұл бізде температура яғни жылы. Аха. Бұл ашытқысы таза су. Бұл тұзды су және мынау алтын тұзды су. Аха. Жақсы. Ал, Сәлима кім айтады? Тұздай, жылы, әшейін су. Сонымен біз қазір судың несін анықтадық, стакандағы. Температурасын білдік, одан кейін тұздылығы бар екенін білдік. Бұл деп отырғанымыз біз қазір болатын тақырыпқа байланысты сендерді тұздылық, температура және де жаңа айттым, иә, өлшемін қараңдар дедім. Сыртында көрдіңдер ме? Тұзды су аз, әркімге әрқалай, иә? Сонда біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы дүниежүзілік судың, дүниежүзілік мұхит суының қасиеттері. Негізі өзі жалпы физикалық қасиет қандай еді судың? Кім айтады? Сина, айта қойшы? Жоқ, физикалық қасиеті. Тұздылығы Үш күйде кездеспейді ма? Қатты күйде, бу күйінде және сұйық күйінде. Ал енді дүниежүзілік мұхитта оның қасиеттері қазір сендер тапқандай тұздылығы, оның температурасы және тереңдігінен айырмашылық жасайды екен. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мұхит суының қасиеттеріне әсер ететін факторларды анықтаймыз. Қандай факторлардың нәтижесінде тұздылықтың, температураның және де тығыздылығына байланысты айтатын болады екен. Түсінді ма? Жақсы, арай кеттік. Мұхит қандай қасиеттерге ие екенін таптық. Енді мақсатқа жету үшін дүниежүзілік мұхит суының қасиеттеріне қандай түпкішайттар ықпал етеді? Дүниежүзілік мұхит суының қасиеттерінің мәні қандай деген сұрақтарға жауап беретін болсақ, біз бүгінгі мақсатқа жетеді екенбіз. Енді қараңдар, мұхит суының негізгі қасиеттері тұздылығы, температурасы және тығыздығы. Дүниежүзілік мұхит суында түрлі мөлшерде әртүрлі заттар бар екен. Соның ішінде ең көбі бізде тұз болатын болса, сонымен қатар алюминий, мыс, күміс, алтын деген тағы да элементтер табылған екен. Олар бірақ өте аз мөлшерде, көбінесе суда тұщы дәм беретін ас тұзы бар. Ол еріген суды. Мысалы айтатын болсақ, біз жаңа ішіп көріңдер ғой, қандай дәм берді? Ашылып көрініп тұр, тұзды екені. Сол сияқты дәм береді. Осы судың тұздылығын біз промилле деген өлшеммен өлшейміз. Мысалы, бұны еске қалай сақтаймыз? Процент және тағы да бір проценттің астыңғы нөліне қасына тағы да бір нөл болса, ол промилле. Сонда бұл жерде 1 литрда еріген тұздың қанша екенін көрсетеді. Дүниежүзілік мұхит суының орташа жылдық тұздылығын есептейтін болады екенбіз қазір. Енді егер судың тұздылығы 15 промиллені құраса, бұл литрде, соны 1 литрде 15 грамм тұз бар деген сөз. Еріген тұз, оны тұз дегенде біз аласақ, оны қандай? Қатты күйде, кристалл күйінде емес, еріген түрінде көреді екенбіз. Мұхит суының тұздылығы экватордан полюске қарай азаяды. Осыны қараңдар, қалай азаяды? Не себептен азаяды деп ойлайсыздар? Білмай? Күннің түсі
бұрышына қарай, иә. Полюстерде ол сымбат Полюстерде аз себебі болмаса, мысалы температура 30 жүреді. аха, күннің түсу бұрышы қандай болады полюстерде? Полюстер Аз болады, және көлбеу түседі, сол себептен. Экваторда ол тік түседі, дұрыс. Сонда экваторда судың тұзы 34 параметр болатын болса, тропиктерде тұздылық 38, өте көп, ал полюстерде ол 33 параметр, одан да төмен болуы мүмкін екен. Мұхиттарда судың тұздылығы өзгереді. Мысалы, ең көп тұздылық Атлант мұхитында 35 параметр болатын болса, ең азы ол 32, қайда солтүстік мұхитында екен. Қызыл теңіз қайда еді? Қай мұхитта? Мұхитында. Ең тұзды теңіз осы 44 параметр Қызыл теңізде екен. Қызыл теңіздегі тұздылықтың көп болуына себеп не? Күн сәулесі, Экватор емес. Жоқ, экватордан кейін қандай климат? Белдеу, кесілді. Экватордан кейін. Тропик, кім айтты? Тропик, иә. Тропиктік шеңбер екеу арасында тұрған, дәл тура осы Қызыл теңізге дәл түскен, күн тура түскендіктен қандай температура өте жоғары және тұздылықта жоғары екен. Ал одан да тұздылығы жоғары, ол өлі теңіз болып саналады екен. Бұл жерде 310 параметр. Қараңыз, сосын өлі теңізде байқаған өйткені ешқандай жануар балық суде жүзбейді өйткені. Дұрыс айтады, иә. Тұздылыққа байланысты. Сол себептен де теңіздің атауы өлі теңіз деп аталады екен, себебі тіршіліктің жоқ болуына байланысты. Ал енді қараңдар, жаңа тұздылықтың таралуы. Бұл жерде қарайтын болсақ, мына бізде экватор, иә, экватор сызығынан солтүстік полюске қарай және де оңтүстік полюске қарай тұздылықтың кемігендігін көре алады екенбіз, иә. Мысалы 37 бағана бізде айттық, ең көп тұздылық қайда дедік? Қызыл өлі теңізде. Мұхит бойынша. Атлант мұхитында қай тропигі мынау? Солтүстік тропигі. Одан кейін қараңдар. Оңтүстік тропикте 36 параметр. Ол да қай мұхитта мынау? Тынық мұхитында. Осылай солтүстікке қарай тұздылық не істей береді? Температурамен бірге төмендейді керісінше. Төмендейді екен, иә? Ал дүниежүзінің температурасы, температураны қарай. Біз жалпы жер шарында да температура әркелкі таралған, иә, жер бетінде. Оның түсі бұрышына дедік. Ал енді не себептен мұхиттың температурасы әркелкі? Беткі емес. Беткі температурасы түсінікті ғой, иә? Енді арғы тереңдікке қарай да оның температурасы өзгереді екен. Өйткені су төбесі күн сәулесі жылытады, бірақ астыға келе бері бұл суықтайды. Не себептен? Су аны медленно жылынады және суықтайды. Иә, ол да бар, иә, баяу жылыйды, баяу суиды деген көреді. Су тегі негізі анау күн судың беткі қабатын жылытады да, ал астың қабатын жылытады кезде беткі қабаты буланып кетеді, жоқ болып кетеді. Сол үшін тек қана беткі қабатын ғана жылытады. Енді қараңыз, мұхиттың бетіндегі орташа температура экватордан полюске қарай төмендейді екен. Климаты ыстық экватор және тропик кеңдерде ең жоғары температура плюс 25-27 болатын болса, ал полярларда ол қанша градусқа түседі дейді? 0 градусқа түседі екен. Ал сол себептен мұхит суының жылуды нашар өткізетіндігі салдарынан күн сәулесі тек судың бетін ғана қыздырады екен да, ары қарай 200 метрден тереңдікке қарай су не істейді? Температурасы төмендейді екен. Сол себептен де өзіңіз білетін Спанч Боб мультфильмінде судың түбінде от жағып, жылыну үшін, себебі ол жақта температура қандай төмен. Содан кейін барып істеп жүр, ол жақта свет жағып, солай күн көріп жатыр екен. Осымен де байланысты болады. Енді беткі қабаты, мысалы, орташа алғанда бүкіл массасының температурасы не бар?
плюс 4-ті ғана береді екен да. Ал енді мұхит суының құрамында неше түрлі қоспалар болғандықтан оның қату температурасы 0 градус болатын болса, полюстерде ол -2 градус. Тұздылығы жоғары мұхиттар қанша градусқа қатады? -2 градуста. Ал жалпы біздің өзіміздің күнделікті қолданып жүрген суымыз қанша градусқа қатады? 10 градусқа қатады. Оның үстіне өздерің үйде эксперимент жасап көрсеңдер болады. Тұзды кәдімгідей тұзбен араластырған суды және жай суды екеуін морозилькеге салсаңдар, бірінші қайсысы қатады? Жай су. Тұздылығы жоғары су болса, ол қату температурасы немесе уақытта оны ұзарады екен. Ал мұхит суының тағы бір қасиеті температурасы мен тұздылыққа байланысты болады. Бұл тығыздық деп аталады. Біз ауаның тығыздылығын уже білеміз, иә? Тығыздық не барометр емес, ол қысым, иә? Тығыздықты сол жерге түсіп тұрған салмақты айтамыз, иә? Оның өзінің көлемін деп айтсақ та болады. Енді оны физикада терең түсініп, тығыздықты есептеу формуласымен танысатын боласыңдар. Судың ең жоғарғы тығыздылығы Атлант мұхитының беткі суларында екен. Төменгі тығыздық ол Тынық мұхитында. Неге деп ойлайсыңдар? Сымбат? Себебі ода тұздылығы Аз. Дұрыс. Содан кейін барып терең бағана кім айтты? Тереңділігіне байланысты. Одан кейін барып, мысалы, дүниежүзілік мұхиттағы су температурасы тереңдікке байланысты. Мысалы, дүниежүзілік мұхит суының температурасы ол беткі қабаты плюс 12 болатын болса, ол 500 метрден кейін уже 0,5 градусқа төмендейді. 1000 метр тереңдікте 3,8 температура, ал 5000-да ол уже 2,8. Ал енді ойлаймын, дүниежүзіндегі ең үлкен шұғыма, терең шұғыма қанша еді? Мариана. 11,22. Осы 11,22-де уже температура қандай деп ойлайсыңдар? Минус. Қайтып қала ма? Өте төмен температураны көрсетеді екен. Енді температураның таралуы дүниежүзінде де, оны біз бағана айтқандай экватордан полюстерге қарай не істейді? Азая береді екен. Дүниежүзілік мұхит суының жылу өткізгіш қасиеті жоғары болғандықтан мұхит суы баяу қызып, бағана айтып, баяу суиды. Сол себептен де, мысалы, егер судың қандай да болғасын, мысалы, айтатын болсақ, өзіміз күнделікті үйде не болмаса жазды күні бассейнге су толтыратын болсақ, оны түске дейін шомылуға болмайды дейміз, иә? Себебі ол қай кезде жылып кетеді? Ол бірден суып кете ма? Ал енді қана салыстырыңдар, су, топырақ, құм. Қайсы бірінші қызады? Екінші? Су. Жоқ. Ал су суында. Ал енді қайсы бірінші суиды? Топырақ, су. Сонда көрдіңдер ма? Ол сонда жылудың сыйымдылығына да байланысты екен. Қаншалықты жылуды алады және де соны жіберу уақыты да соншалықты ұзақ болады екен. Құм мысалы бірден тез қызады. Құм қалай өз көкжиегінен кетеді. Солайынша не істейді? Құм суып кетеді. Құмда кетеді. Жылу сыйымдылығы аз. Ары қарай мұхит суы температурасының орташа температурасын алатын болсақ, мысалы, экваторда тропик поляр түсінікті, иә, бағанағы ғой, тереңдіктеріне байланысты уже төмендей беретіні бұл бізге түсінікті. Енді географиялық есептер шығарамыз. Географиялық есептер. Мысалы, бағана мен сендер мына суретті көрдіңдер ма? Мұхит суының тереңдігі шекті құралды эхолот деп атайды екенбіз. Эхолот 1 секундта 1000 метр тереңдікке барады екен. Енді осыған байланысты біз қазір мынандай есеп шығарамыз. Онда мұхиттың жанында есептің шығару жолын, содан кейін барып сендер топ бойынша мына есеп шығарып береді. Мысалы, эхолот жылдамдығы 1 секундта 1000 метр барады дедік, иә? Теңіз түбіне кеткен эхолот 3 секундта оралды. Теңіздің тереңдігі неше? 1000-ды көбейтеміз 3-ге, оны бөлеміз 2-ге. Немесе екінші жолы бар,
3'te 2'ge bölüp alamız, 3 sekundtu ya. Odan keyin barıp onu 1,5'ga köbeytemiz. Sonda bizdeki tengizning nesi chiqadi, terengligi chiqadi ekan. Ana işte 2 bölünmez. Sebep bar Yo'q. Endi qanaqa, mana yerda bir tonna muhit suvini qancha tuz olib bo'ladini tushuntirib beradi. 1 litr muhit suvida 35 gram tuz bor deb aytgan. Endi 1000 kilogram o 1000 litr deb oladigan bo'lsak, bunda 35 gram ko'paytiramiz. O 35 ming bo'ladi. 35 mingni aylantiramiz kilogramga, sonda javobi qancha 35 kilogram ekan. Так, endi men sizlarga bunday hisob beriladi. O'zingiz chiqarib berasizlar. Aslan 6 sekundda, tiniq 7 sekundda, so'zsiz muhit 5 sekundda, muhit 4 sekundda keladi. Esiblaymiz. Sekunda 2'ye bölüyoruz. 4 sekunda 4'te koyduğumuz 1500 metre geçin almış. 6 ming bo'ladi. Yasina, ayta boshlaysiz. Chiqarishlarga chiqarish bo'lmaydi. Yasina. Biz 4'te 2 böldük. Және де екіні 1,5-ға көбейтіп бізде 3,000 bo'ldi ya. Сонымен так 1,5-ны 5-ке көбейтіп 7500 метр. 3250 метр. Барлық топ дұрыс шығады. Плюс көтерілісінде. Енді бүгінгі сабақта қорытынды ретінде сіздерге мынадай тапсырма беріледі. Сәйкестендіру тапсырмасы. Білесіздер, сәйкестендіруге біз жұмыс жасап жүрміз. Осыны санның қасына әріптерді жазып беріңдер. Себебі сіздерге яғни санның қасына. Яғни осыған болады. Sana atlatsız, köpten durğanды ұмытып кетпеңдер.
Разалия. Он не на исептилида. Разалия не лучше садна. Ага. Валерий Шумовский. Кирилл Гулев. Молодец. Так. Бізде мына жерде ясина. Маған үнді мұхитына қатысты. Аха, үнді мұхитына қатысты. Бірге жұмыс жасап тұрады. Сома? Сендерде бәрі жеткісіз қол ғой, иә? Солтүстік мұхитына қатысты. Жақсы. Ал қыздар енді беріп қарайықшы. Бүгінгі енді сабақты қосылайтын болсақ, жаңағы қандай дүниежүзінің бүкіл сулардың қасиеттері дегеніміз не екенін түсіндік қой, иә? Енді соны мынадай кері байланыс арқылы сіздерге білдіріп сендерге партия үшеуіне жаза беріңіз. Біреуін білдіргім келеді деген үшеуіне де кері байланыс жазып маған үшеуіне де бір-бірден алыңдар. Бір-бірден әрқайсыңыз. Иә, әркім өзі үшін. Жоқ, үшеуіне де. Мысалы, Әсия, сен осыға дейін не білдің? Білемін, не біліп келдің? Білдім, білгім келеді болашақта. Не білдім? Бірақ стикерге, бірақ үшеуіне жазып берсей. Үшеуіне, бәріне жазып берсей. Ана бірақ стикерге үшеуіне жазып.
білгім келеді деген сұрақтарыма келесі сабақта жауап беремін деп ойлаймын. Ал енді бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, бағалайтын болсақ, үнді мұхиты тобына оның бес оқушысына 10 балл, бізде солтүстік мұзды мұхиты 10 балл, Исландияны кім? Сол үшін, и бізде бәріміз атсалыспадық, 9 балл. Енді мұхиты бізде де бір қате болды, Торис бұғасын таппай қалдық. Сонымен екінші топқа да Тынық мұхиты тобына 9 болды. Сонымен сабақ бүгінмен аяқталды.